Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ребята! Бүгінгі біздің тақырыбымыз сағат 7-де тұрамын. Встаю в 7 часов. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар құрастыру және оған жауап беру. Жаңа сөздер. Это у нас новые слова. Запишите новые слова в словарном тетради и выучите их. Хорошо, ребята? Таңертең. Таңертең. Утром. Жарым, половина. Жарым. Жуыну. Жуыну. Умываться. Жаттығу жасау. Жаттығу жасау. Делать зарядку. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повтори и прочитай. Сағат 7-де тұрамын. Сен нешеде тұрасың? Во сколько ты встаешь? Ол нешеде тұрады? Во сколько он или она встает? Мен таңертең жаттығу жасаймын. Я утром делаю зарядку. Келесі тапсырма оқы, қайтала. Мәтінді оқимыз. Прочитаем текст вместе, ребята. Мен таңертең 7-де тұрамын. Я утром встаю в 7 часов. Жуынамын. Умываюсь. 7:30 тамақ ішемін. Жарым – это половина, да, ребята? 7:30 тамақ ішемін. Половину 8 я кушаю. Келесі тапсырма, 4-е задание, 4-ші тапсырма, ребята. Мы делаем это устно. Посмотрите на рисунки и скажите, что делал Әлібек. Суреттерге қарап, Әлібек не істегенін айтамыз. Сағат 8-де ол ұйқыдан тұрды. 8 часов он встает. Сағат 9-да Әлібек тамақ жейді. 9 часов он кушает. Әлібек сағат 10-да теледидар көреді. 10 часов он смотрит телевизор. Әлібек сағат 11-де футбол ойнайды. Он в 11 часов играет в футбол. Следующее у нас письменное задание, ребята. Жазылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма, 70-ші бет. Сұрақтарға жауап жаз. Вы должны ответить на эти вопросы и пишите в тетради. Я жду вашей работы, ребята. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар. До свидания.